Я дәл қазір біздің қонақжай төрімізге кезекті топ келді. Аламан тобы, олай болса қарсы алайық. Я Таңшолпан төрінде. Таң нұрлы болсын, ардақты қонақтар. Медет Салықов, Аллажар Қайбар, Еркебұлан Сәрсенбеков. Қайырлы таң, төрлетіңіздер. Қош көрдік. Қалқуаттарыңыз қалай? Елі әсем, менен шашу шашсаңыздар, е? Мархабат, келіңіздер. Төрлетіңіздер. Өте әдемі ән. Рахмет өнеріңізге. Төрлетіңіз, Еркебұлан мырза. Ал мырзалар, таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Таңғы көңіл күйіміз сіздер шақырғаннан кейін керемет болды. Ұлттық арна шақырғаннан кейін, әсіресе Таңшолпан бағдарламасы шақырғаннан кейін көңіл күйіміз көтеріп, қуанып келдік осында. Ой, тамаша. Көптен көп рахмет сізге. Жалпы Аламан тобы 2003 жылы құрылды. Демек, биыл 2023-те тура 20 жыл болды, я, өнер көрсетіп жүргендеріңізге. Әлбетте, әрбіріңіз жеке өз алдына қолтаңбасы қалыптасқан дара, ірі тұлғасыздар. Десе де, сол 20 жыл бұрын топ боламыз дегенде қандай мақсатты ту еттіңіздер? Әрі сол мақсатқа жете алдыңыздар ма? Рахмет. Жалпы біз 2003 жылы мен жаңағы Алматыдан келдім, оқу бітіріп. Аллажар сол жерде студент оқып жатқан кезінде. Еркебұлан, оның алдында Нұрболат Арзамасұлы деген досымыз болған, ән айтқан. Кейіннен Еркебұлан келді. Ол кезде Еркебұлан әлі студент болған жоқ кез болатын. Сол кезде жиналып, ең алғаш оркестрді Рүстем Күлшібаев деген ағамыз, күйші ағамыз бізді шақырып, осындай бір домбыра баянмен, ұлттық аспаппен топ құрып бастайық деп ұсыныс жасады. Содан президент оркестрге бір-бірімізді тауып, шақырып, сол жерде бастағанбыз. Ең алғашында біз тек қана эстрада емес, тек қана домбыра баянмен шығып ән айтатын шағын ортада деп бастаған болатынбыз. Содан бірте-бірте сол кезде жалпы эстрада енді топтар құрылып жатқан кез, Мұзғарт жігіттер топтары енді құрылып жатқан кездер ғой. Алдымызда АБК тобы болды. Содан идеялар туып, жаңағы жолдастарымыз, достарымыз осындай ұсыныс тастады. Сендер неге топ болмайсыңдар, эстрадаға неге ән жазбайсыңдар деп. Сол бір кішкентай ғана неден басталып, арманнан басталып, кейіннен. Міне, дәл қазір көрейікші, режиссерларымыз көрсетіп жатыр. Бейнебаянның бірі. Нұрболат Азаматұлы мінекей. Тамаша. Осы бір әндеріңіз клипке айналды ғой, иә? Енді 20 жыл деп айтып отырмыз ғой, 20 жыл. Өзіңіз бір сұхбатыңызда, мен үшін шығармашылық толысулар, жаңалықтар болмай жыл сайын кеш өткізу мүмкін емес. Сондықтан бір 10-15 жылда бір өткізген дұрыс деген деп бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз. Осы 20 жыл деген әдемі меже. Мен халық алдында есеп беретін кез, иә? Үлкен бір шығармашылық кеш ұйымдастыру ойыңызда бар ма? Жалпы енді ойымызда бар ғой, шығармашылық кеш, ұйымдастыру жағы ойымызда бар негізі. Жалпы жақын күндерде бір осы 2000 жылдан бастап ән айтып осы Астана мәдениетіне үлесін қосқан топтар бар да. Мысалы атап айтсақ Дабыл тобы, Бәйтерек тобы, тек қана осы Астанадан шыққан. Ол кезде тағы кімдер? Қайрат Байкенттер солар болды. Солар бір жігіттер идея тастап жатыр. Жақын күнде сол 2000 жылдан шыққан, Астанадан шыққан топтар, әншілер бір концерт берейік деген идея тастап жатыр. Біз бұны бәріміз жан-жақтан қолдап, соны бұйырса уже басталған сияқты сол кездер. Соның арасында бізде берсек па деген негіз ойлар кетіп жатыр. Енді ол кезде Астананың мәдениетін қалыптасуына бір аз да болса, титтей де болса септігіміз тиді ғой деп ойлаймыз. Себебі ол кезде бұл телевизия, ұлттық арна болсын, басқа арналардың бәрі Алматыда болды ғой. Біз бір 3 минуттық ән айтып эфирге шығу үшін Алматыға баратынбыз. 2-3 күнімізді қойып, пойызға отырып, жұмысымыздан сұранып, барып, соған түсіп, бір осындай 3 минуттық съемкаға түсіп келгенімізге разы болатынбыз. Сөйтіп еңбек етіп жүріп, Астанада қаншама өнерпаздар, өнер адамдары өз Астананың өсуіне, өркендеуіне өзінің үлестерін қосты.
сол өнерпаздардың енді басын қосып бір азаматтар концертті ұйымдастырайын деп жатыр. Бұйырса Алла қаласа енді ол дүние, ол жоспарларды алда орындала жататын шығар. Сол кезде сол Астананың мәдениетіне үлес қосқан азаматтардың бәрі сахнаға шығып қайтады. Мамыр айына жоспарлап отырмыз. Мамыр айына. Иә. Жақсы, сәттілік тілейміз. Енді Аламан тобы халқымыздың саятшылық өнерін биік ұстайтын топтардың бірі ғой. Еркебұлан мырза, қателеспесем, сіз қаланың шетінде тұрасыз. Бірде үйіңізде қоянды көріп қалып, үйдегі киіммен атып шыққан екенсіз. Осы жайында айтып өтсеңіз, осындай оқиғалар көп бола ма? Тазыңызды ертіп қоянның артынан шыққан екенсіз, иә? Таңшылпанға кезек саятшылық туралы менен сұрайтын жоқ, мен ауылда отырмаймын, қаланың сыртында, қалада тұрам. Жаңағы хобби дейді ғой. Атты енді екінің бірі жақсы көреді деп ойлаймын. Қанында қазақ деп тұрған әрбір жігіттің жаңағы жүйрік атты құмай тазыны жақсы көреді деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы уақытым босаған уақытта жаңағы аңшылықпен айналысып, атқа мініп, серуендеп, сол ата-бабамыздан қалған өнерді дәріптеп жүруге тырысамыз. Дәстүрлі аңшылықпен айналысады, дәстүрлі. Тазы итпен, атпен мініп. Сіздер де айналысасыздар ғой, иә? Біз енді еліктейміз. Жұмсақ табиғатта, барымыз келсе, Еркебұланға айтамыз, атқа мінеміз, жанында еріп жүреміз. Ал мен балық аулау десе маған келеді. Жалпы екінің біріне беріле бір адамда түйсіктер болады ғой. Еркебұланның жаңағы жүйрік жылқыны бірден көріп тани білуі. Президентіміз де айтып жатыр ғой, таз ит туралы жеті қазынаның біріне келетін. Соның қайттан дұрыстап жасақтап көтеру керек деп айтып жатыр. Сол таз иттің мықтылығы, оның тектілігі, оның жаңа құлағының размері қандай болу керек, жалпы аяғы қандай болу керек. Өзге жаңағы Арабияда да бар, Ресейдің де борзы деген таз иттері бар. Олардан біздің қазақтың таз итінің ерекшелігі неде? Арғы бабадан жалғасып келе жатқан жаңа бір ауылда бір таз ит асырады ашаршылық кезінде деген сияқты. Соның тектілігі неде, ерекшелігі неде, соның бәрін Еркебұлан арғы енді өзінің жеке бағдарламаға келеміз. Ол үшін жеке таңшолпан арнау керек Еркебұлан. Солай ма? Жалпы Еркебұлан мырза, енді кішіпейілділік танытып, сәл ашылмай отырсыз ба, әлде мінезіңіздің өзі сондай тұйық па? Жалпы сұхбатқа келгенде көп осы ағаларымыздан кейін. Ертеде Шәкен Аймановтар Қалибайжанов атамыздың үйіне барады екен де қонаққа. Қалибайжанов сөйлеткенді жақсы көреді екен. Сосын үйіне барады екен, жігіттер жиналып барады екен, Шәкен Айманов атамыз айтады екен, жүріңдер Қалекең сөйлетейік деп. Қалеке бүгін не істедіңіз десем, мен барып шығып есік алдына шығып деп айта алмай отырды екен, қасында әйеліне айтады екен, сен айтшы Шәкенге деп. Еркебұлан. Бұл кенжеміз ғой. Біз істің адамы да. Жұмсап жібереміз, жүгіріп кетеді деген сияқты. Істің адамы сөздің емес. Қопарып жұмыс істеп тастайды. Мінезі қандай екен? Біз сөйлеп отыра береміз. Мінез тұрған қалпы. Жігіттің сұлтаны ғой. Көрініп ақ тұр. Тамаша. Ал жалпы топтағы репертуарға кім жауапты? Енді осы ортаға саламыз. Кез келген әнді ортаға саламыз, шыны керек. Ортаға саламыз, мынаның әнін сөзін кімге жаздырамыз, әні қалай, соны ортаға салып барып пісіреміз. Негізі ортаға саламыз, көбінде Мәкең тыңдаймыз ғой. Үлкен осы кісі, талғамы да жоғары, білімі де бізден мықты. Сондықтан негізі осы кісіні тыңдаймыз, осы кісінің ағына қарай жығыламыз. Басында, ең басында, бас кезінде, топ ашылған кезде мен алып келген көп әндерді. Кейіннен ортаға салатын болды. Кейіннен жігіттер өздері алып келе бастады. Олардың азы өсті деп қойсаңыз. Медет аға, өзіңіз сазгер ретінде көптеген хиттерді дүниеге әкелдіңіз десек қателеспейтін шығармын. Арасынан біреуін ғана таңдаңыз десем, қайсысын ең сәтті деп айтар едіңіз? Енді ол әрине жібек сезім ғой. Жібек сезім. Оған біраз адамдар бағасын берді, айтсаң мақтанғандай боласың, бірақ енді сол жібек сезім мен үшін жүрегіме жақын. Тамаша. Қалажар мырза, сізге де соңғы сұрағымды қояйын. Өзіңіз Алтай тарбағатай әндерін зерттеп жүрсіз. Осы орайда қандай да бір тың жаңалық дерек таба алдыңыз ба? Тың жаңалық дерек бар енді. Тың дегенде қалай айтуға болады? Тың дегенде елге естімеген, елдің құлағына жетпеген қазақтың дәстүрлі әндері өте көп қой. Бір отырыстарға, үлкен қариялардың ортасына бара қалсаңыз, сол дүниелерді айтып жатады. Ол эфирге, экранға шықпаған, нотаға түспеген, сондай дүниелер өте көп. Бай қазақтың ұлттық классикалық өнері өте көп қой.
сол әндерді қазір жасақтап жинақтап бір реттеп қойдық. Сол дүниелерді Мәкең бар екеуміз қосылып жаңағы бір кітап қылып нотасын жазып шығарайық деп енді реттеп жатырмыз. Тамаша, керемет. Оны бастап та кеттік. Әнді нотаға түсіру уже басталып кетті. Енді бұрынғы көп адам естімеген әлде көп әндер жатыр сандықта. Сол әндерді әкелерімізді, аталарымыз айтқан әндерді шығарып, соны нотаға түсіріп, тарихқа қалдырып кету керек. Тамаша, керемет сәттілік тілейміз осы ісіңізге. Жалпы бүгін уақыт тауып келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет дейміз. Қашанда шығармашылықтың шыңында болыңыздар. Көп рахмет.